Жалпы адам дейді, өзін жақсы көруі. Бүткіл адам өзін жақсы көруі. Ерікпен ба, еріксіз ба? Еріксіз. Дұрыс па? Әдемі. Еріксіз дегенде, мысалға айтайын, мен әкемді, шешемді, бауырларымды жақсы көруге ерікпен ба, еріксіз ба? Ерікпен ғой. Яғни сенің әкең болмаса жақсы көрмей, әкең, шешең сол болмаса, сен жақсы көретін бе едің? Әкең, шешең болған жақсы көріпсің ба? Демек біз бүткіл бауырымыз, досымыз, туысымызды бір себеппен, ерікпен. Бізде ықтияр бар. Жақсы көрмесең де болады, бірақ жақсы көрсең де болады. Өзіңді оңбаған болсаң сүйе бересің ғой. Айна қарап, машалла деп, оңбаған болсаң да адам өзін сүйеді. Әдем болсаң, әдем болмасаң да ма? Әрине, адам бірінші өзін жақсы көреді. Ол оңбаған, ең самый последний, низкий, подлый адам болса да, өзін сүйеді. Дұрыс па? Өзін сүю деген не білесіз ба? Өзін жақсы көру. Мысалы айтайыншы, бір қиындық тұрса, от тұрса, өзіңді басу керек болса, сен басасың ба, біреуге бастайсың ба? Әрине, ешқашан адам жамандыққа өзін қимайды екен. Демек, адам сүю деген нәрсені білесіздер ме не екен? Адам сүю дегенді көп білмей жақсы көру деген, оған жамандық қаламау екен.